Тек қайнатылған гречка жей беріп шаршаған болсаңыз, гречканы қуырып, гречканы палау жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Бір жасап көрсеңіз, міндетті түрде ғашық боласыз. Қазанға май құйып, етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Арқасынан пиязды, сәбізді салып, оларды жақсылап қуырамыз. 5-10 минут қуырылғаннан кейін картопты ұсақтап турап, оны да салып қуыратын боламыз. Қызарту үшін үстіне қолдан жасалған томат салдым. Сіздер кәдімгі магазиннің томатын жасаңыздар болады. Қолдан жасалған томаттың рецепті YouTube арнамда бар. Үстінен қайнаған су құямыз да 15-20 минут өзін қайнатамыз. 15-20 минуттан кейін үстіне гречка мен күрішті саламыз. Екеуінің мөлшері бірдей болу керек. Бұны енді үстіне қалған приправаларыңызды, тұздарыңызды саласыздар да қайнатуға қойып қоясыз. Суы тартылғанша ол уақытта біз пиязға бұрышты қосып, турап, жақсылап араластырып қоямыз. Сол кезде дәмі әдемі болады. Енді осы су тартылғаннан кейін бетін жауып 15 минут пісірсеңіз, тамағыңыз дайын. Мен сияқты капуста мен пиязбен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.